Бүгін аймақ басшысы Ғали Есқалиевтің төрағалығымен облыс әкімдігі жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі өңірлік комиссияның отырысы өткізілді. Оған облыста құқық қорғау органдары мен басқарма басшылары, Орал қаласы мен аудан әкімдері онлайн режимде қатысты. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті 2020 жылдың 1-тоқсанда 65 қылмысты анықтаған. Олардың ішінде парақорлық фактілері 70%, жымқыру және алаяқтық фактілері 28%-ды құрайды. Жемқорлық фактілері білім, коммуналдық шаруашылық қызметі, ішкі істер қызметі және ауыл шаруашылық саласында жиі орын алған. Аяқталған істер бойынша залал 444 миллион теңгені құрап, 439 миллион теңге өтелген. Күнделікті қазір онлайн тәртібімен Антикор Лайф деген біздің бағдарлама жасап, күнделікті біздің аптасына 5 күн бойы шара жасаймыз. Бізде сосын адал көмек деген суббота сайын болады. Адал көмек онда білікті өшеді адвокаттар, нотариустер, басқа да мемлекеттік қызметкерлер, студенттердің, институттардың, жоғары оқудардың, факультеттің директорлары келіп бізге халыққа көмек көрсетіп жатыр. Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Мұрат Мұқаев филиал жанында жемқорлыққа жол жоғатты колл-центр жұмыс жасайтынын атап өтті. Жемқорлық фактілері бойынша келіп түскен арыз-шағымдармен барлық анонимді ақпараттар тексеріліп, тиісті шешім қабылданады. Қажет болған жағдайда құзырлы органдарға жолданады дейді ол. Облыс көлемінде филиал жанында 2 партиялық бақылау комиссиясы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес жұмысы жандандырылып, қазіргі таңда 50%-нан жоғарысы мүшелері өзгертілді. Кейбір аудандар бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес төрағалары сапасы және жұмысқа формальды көзқарас үшін Шыңғырлау, Теректі және Орал қалалық филиал жанындағы комиссия төрағаларының қызметінен босатылды. Онлайн режимде өткен жиында облыс әкімі Ғали Есқалиев басқарма басшыларымен қала және аудан әкімдеріне жер қатынастары саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін туғызатын жағдайларды жою, жер комиссиялары отырыстарының ашықтығын қамтамасыз ету, жер ресурстары геопорталдарын жетілдіру бойынша тапсырмалар берді. Сонымен қатар бюджеттік мекемелер басшыларын ротациялау және орталықтандырылған бухгалтерия, аудандық әкімдіктерде фронт кеңселер ашу, Open Space қағидаты бойынша ауылдық мектептерде автоматтандырылған асхана жүйесін енгізу бойынша да нақты міндеттер жүктеді. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.